Эльвира, бізге айтып жіберсеңіз, бүгінгі таңдағы финал қандай болады балаларға? Как он отразится на детях вообще? Как он, насколько он важен? Бүгін Алматыда үлкен жарысты бастап жатырмыз. Бұл жыл бойы балапандарымыздың 6 кезеңнен өтіп, осы финалға жеткен үлкен жеңісі жарысы болып табылады. Осы 5 желтоқсанда басталатын жыл сайынғы жарысымыз 16 шахматшы Қазақстанның түкпір-түкпірінен келіп, бір-бірімен қарсыласып ойнайды, және бұл нокаут жүйесінде өтетін жарыс болып табылады. Өте қызықты. Жеңілген шахматшы үйіне қайтады, жеңген шахматшы ары қарай өз жарысын жалғастырады. Жалпы жарысымыз аяқталғаннан кейін чемпионымыз әлем біріншілігіне Қазақстан шахмат федерациясының атынан жолдама алады.